Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін өте оңай жасалынатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Егер сіздерге қызықты болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл салаттың ингредиенттері өте қолжетімді болып табылады. Және де менің каналыма лайк, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: консервіленген кукуруза, қияр, қызанақ, сыр, майонез, жұмыртқа, кириешки, тұз бен бұрыш қажет. Жасалу жолы өте оңай. Кириешки мен кукурузадан басқа заттарды видеодағыдай 4 бұрышты кішкентай кубиктерге турап шығамыз. Одан кейін үстіне кукуруза, кириешки, тұз, бұрышымызды, майонезімізді қосып, барлығын видеодағыдай араластырамыз. Мінекей, одан кейін біздің салат дайын болады. Барлығы видеода көрсетілген. Айтқандай, бұл салат өте тез дайындалады. Қолдағы бар заттардан жасауға болады. Салат жегіңіз кеп кетсе немесе үйіңізге аяқ асты қонақ келсе, осы салатты дайындауға болады. Барлығыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыздар.